сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы Жоңғар Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде өткізілген парктер шеруі 2025 табиғатты қорғау акциясының қорытындысы. Бүгінгі тікелей эфирдің спикері мен Қасымханова Тоғжан Қанатбекқызы, бас директорының ғылым жөніндегі орынбасары. Парктер шеру дегеніміз не? Парктер шеру дегеніміз бұл халықаралық деңгейде өткізілетін табиғатты қорғау акциясы. Бұл жерде осы акция аясында табиғатты қорғауға бағытталған бірнеше шаралардың жиынтығы деп айтсақ та болады. Бұл парктер шеру ең бірінші рет 1840 жылдан бастап бастау алған ақшта. Енді бұның тарихына үңілетін болсақ, 1840 жылдары саясаттанушы Мортон деген кісі ақштағы Небраска штатына келгеннен бастаған екен. Ол алқаптап тұрған жалғыз ағашқа көзі түсіп, осы жерді көгалдандырудан бастаған. Бұл жерде әйелі екеуі ағаш отырғызып, осы елді мекенді көгалдандырған. Кейіннен бұл акция өзі бірнеше елдерді қамтып, ауқымды шараға айналды. Кейіннен 90 жылдары 141 елден 200 миллион адам қатысқан. Бұл парктер шеруі акциясы біздің Қазақстанымызда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың барлығында өткізіледі. Бұл акция 23 наурыздан бастап 5 сәуір аралығында 3 ай бойы өткізіледі. Енді біздің ұлттық табиғи парк 2010 жыл құрылса, 2011 жылдан бастап бізде осы акцияны жылма-жыл өткізіп келе жатырмыз. Енді биылғы жылы бұл акцияға 4000-нан астам адам қатысқан. Бұл былтырғы жылдармен салыстырғанда едәуір қатысушылардың саны көбейгенін байқаймыз. Сонымен қатар қазіргі технологиялардың дамуымен жаңағы халықтың сауаты ашылып, табиғатқа деген көзқарастар өзгеріп, экологиялық мәдениет біршама жақсарған. Енді біздің биылғы жылы өткізілген парктер шеру 2025 акциясының былтырғы жылдармен салыстырғанда ерекшелігі, бұл жаңағы 2024 жылғы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Таза Қазақстан тұжырымдамасына көзделген шаралармен үйлесім тапты. Ол жерде көрсетілген шаралар біздің парктер шеруі акциясының шаралармен бірге өткізілді. Сонымен қатар наурыздың соңынан сәуір айына дейін тазалайық акциясы да біздің ұлттық табиғи парк бұл акцияны ерекше назарға алып, осы акцияға да белсене қатысты. Биылғы парктер шеруінің қорытындыласақ, біз 33 сәуірде ашылу салтанатын өткізген болатынбыз. Бұл ашылу салтанатын біз парк жастар саябағынан барлық осы парктер шеруіне қатысушылармен бірге өзіміздің қызметкерлермен барлығымызбен жастар саябағынан осы Сарқан қаласындағы ғимаратқа дейін шеру жасап, осы күні ағаш отырғызу шарасымен бастаған болатынбыз. Кейіннен 1 сәуір халықаралық құстар күніне орай 104 дана құстардың ұяларын, жәшіктерін жасап, соларды мектеп оқушыларымен бірлесіп, құстарға қамқорлық жасап, сол ұяшықтарды ілген болатынбыз. Содан кейін осы 3 ай бойы күнбе күн бізде бірнеше шаралар өткізілді. Олар семинарлар, барлығы 109 дәріс сабақтар, 77 әңгіме өткізілді. 11 семинар, 17 көрме, 4 шығармашылық байқау өткізілді.
Одан кейін 44 сенбіліктер ұйымдастырылды. Сенбіліктер осы біздің тұрғылықты ауыл аймақтың тұрғындарымен бірге, одан кейін мекеме қызметкерлерімен бірге, аудан әкімшілігімен бірге бірнеше жаңағы экосенбіліктер өткізілді. Ауламыз қоқыстан тазартылды. Барлығы 40-тан астам тонна қоқыс шығарылды. Бұл акцияның мәні өте зор. Себебі осы акцияның аясында біз тек қана халықтың экологиялық білімін ғана қалыптастырмай, сонымен қатар тазалық жұмыстары да үлкен мәнге ие. Сонымен қатар осы парктер шеру акциясы аясында барлығы көгалдандыруға бізде 900-ден астам ағаш көшеттер отырғызылды. Ол жаңағы біздің ұлттық табиғи парктың аумағы бар, мектептің аулалары бар, одан кейін жаңағы мекеме ауласы бар. Соның барлығы 900 данадай көшет отырғызылды. Олар кейіннен көкжиекке айналып, жаңағы өзінің әсем, көркем көрінісін береді деген ойдамыз. Сонымен қатар таза өзенге таза жағалау деген акциямен, ұранмен бізде Сарқан өзені, одан кейін туристік бағыттарда орналасқан бұлақтарға сол өзендердің жағалауын эко-волонтерлармен тоже тазалау жұмыстарын өткізген болатынбыз. Осы бұлақ көрсең көзін аш деген ұранмен бұлақтардың көзі ашылған болатын. Сонымен қатар болашақты бірге отырғызамыз деген ұранмен жаңағы мектеп оқушыларымен де ағаш көшеттерін отырғызған болатынбыз. Биылғы жылы осы таза Қазақстан акциясының тұжырымдамасында көзделген осы мектеп оқушыларымен контейнерларға тұқым себу жұмыстарымен айналыстық. Яғни мектеп оқушыларын, сонымен қатар жаңағы олардың жетекшілерін ағаштың себу процесінен бастап, оған күтім жұмыстарымен, ары қарай фенологиялық бақылау жұмыстарымен де жаңағы тәжірибелік көмек көрсетіп, солармен бірге біздегі қайың, туя, потом шырша деген сияқты ағаш түрлерінің тұқымын себу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Барлығы 3800 контейнерларға тұқым себілді, 6 ағаш түрінің тұқымдары. Енді кейіннен де біз қазірде бақылап жүрміз. Олар тұрақты түрде жаңағы өскін шыққаннан бастап бізге фото отчеттарын жіберіп отырады, немесе біздің қызметкерлер барып тұрақты түрде қалай суғару керек, қандай жарық көздері болу керек, сол бойынша жұмыстар жүргізіліп отыр. Енді кейіннен де бұл жаңағы өскелең ұрпаққа өзі қолымен сепкен жаңағы ағаштарды кейіннен жайқалып үлкен желекке айналған процестің куәсі болып отырамыз деген ойдамыз. Енді осы парктер шеру 2025-тің жабылу салтанатын біз қоршаған ортаны қорғау күні 5 маусыммен үйлестірдік. Бұл күні де біз эстафета, көңілді сөре, сонымен қатар асфальтқа сурет салып, кішкентай бүлдіршіндерімізбен сурет салып, жаңағы туған өлкеміздің табиғаты жөнінде суреттер салып, сондай конкурс түрінде жабылу салтанатын өткіздік. Осы жабылу салтанатында 3 ай бойы осы парктер шеру акциясына белсене қатысқан қатысушыларды, оқушыларды, одан кейін жаңағы конкурста туған өлкем сияқты бірнеше шығармашылық конкурста жақсы көрсеткіштер көрсеткен оқушыларды марапаттау, мақтау қағаздарымен марапаттап, алғыс хаттармен табыстау рәсімі өткен болатын. Енді бұл акция 5 маусыммен біткенмен де бізде экологиялық ағарту жұмыстары әрі де жалғасын табатын болады.
Енді бізде еще қосымша осы акция аясында тазалық жұмыстарынан бөлек экскурсиялар да ұйымдастырылды. Барлығы 50 экскурсия ұйымдастырылды. Бұл жерде біздің ұлттық табиғи парктың көркем жерлеріне балаларды апарып таныстыру, флорасы мен фаунасын мен ақпарат беру, сонымен қатар олардың маңыздылығын түсіндіру болатын. Және біздің орталық Сарқан қаласында орталық музей бар. Бұл жерде жаңағы жабайы жануарлардың экспонаттары бар. Бұл жерде осы Жоңғар алатауында өсетін өсімдіктердің жаңағы иллюстрациялық суреттері бар. Енді бірнеше осы біздің табиғатымыз туралы түсірілген видео материалдар бар. Соларды көріп тамашалаған болатын. Енді осы экскурсия барысында жаңа экскурсоводтар барлық мәліметті барынша түсіндіруге тырысты. Енді осы акция барысында сонымен қатар бірнеше телевидениеға сұхбаттар берілді. Ол Жетісу телеканалы, Хабар 24 деген сияқты телеканалдарға сұхбат берілген болатын. Сонымен қатар осы акцияның жаңағы конкурстар жөнінде, осы акцияға қатысуға өтініш берген жаңағы сурет үйірмелерінің жетекшілеріне тоже газеттерге мақала шығарылған болатын. Барлығы 40 мақала шықты. Осы акцияға белсенділік танытып, бей-жай қарамай осы ұлттық табиғи парктің жұмысына, осы біздің туған өлкеміздің әсем табиғатын сол қалпында сақтап, осыны көгалдандыруға атсалысып белсенділік танытқан барлық қатысушыларға ұжым атынан алғысымды білдіремін. Енді парктер шеруі акциясы алдада өз жұмысын тоқтатпайды. Алдада жұмыстар өткіземіз жылма-жыл осы парктер шеру бойынша. Егер де осы парктер шеруінің аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, тікелей эфир деңгейінде қойсаңыздар болады. Осы тікелей эфирде қойсаңыздар да болады. Осымен бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы аяқталды. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.